Армысыңдар ма балалар? Мен сендерге бүгін ертегі айтып беруге келдім. Ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ма? Мен сендерге татар халық ертегісін айтам. 3 әпке. Ертеде бір кедей әйелдің 3 қызы болыпты. Әйел қыздарды тамақтандыруға, киіндіру үшін, қатарынан кем қылып өсірмеу үшін тынбай еңбектенеді. Сөйтеді, қыздарды асырап бағады. Қыздар үлкен болып өсіп, әдемі ару қыздар болып өседі. Қыздарға елдің көзі түсіп, қыздар жан-жаққа 3 жаққа тұрмыс құрып, 3 жаққа кетеді. Әйел күнделікті тіршілігін жасап, күнін көре береді. Сонымен бір күні әйел қартайып, қатты ауырып жатып қалады. Жақын жердегі орманнан тиынды шақырып, тиын, досым, маған қыздарыма хабар айтып, қыздарымды шақырып беріңдерші дейді. Тиын жүгіріп отырып, жарайды, қыздарымды шақырып берем дейді. Сөйтеді, жүгіріп отырып, үлкен қызының үйіне келеді. Армысың үлкен қыз, мені саған анаң жіберді. Сені шақырып келші деді, ол қатты ауырып жатып қалды дейді. Сол кезде үлкен қыз кірді үйіп қойып, кір жуып жатады. Мен қазір-ақ анама жүгіріп барар едім, бірақ мына кірді жуып бітіруім керек дейді. Сол кезде тиын ашуланады. Онда сен өмір бақи осы кірленнен шықпай өт деп айтады. Сол кезде қыз кірленге көп етіп түсіп кетеді, бақаға айналып кетеді. Сөйтеді, тиын сыртқа шығып жүгіріп отырып, екінші қызына хабар айтуға келеді. Қызына келсе, қызы мата тоқып отыр екен. Тиын келеді, армысың екінші қыз? Мені саған анаң жіберді. Анаң ауырып қалған. Тез кесінші деп айтты дейді. Сол кезде екінші қыз, мен де анама барғым кеп тұр, бірақ мына матаны жәрмеңкеге апарайын деп тігіп тоқып үлгере алмай жатырмын дейді. Сол кезде тиын ашуланады, бұрылып кетіп бара жатыр. Өмір бақи онда осы матаны тоқып өт деп бұрылып кетеді. Сол кезде қыз өрмекшіге айналып кетіп, жорғалап кетеді. Тиын енді жүгіріп отырып, 3-ші қызының үйіне келеді. Үйіне келіп, қараса қыз нан илеп жатыр екен. Тиын келіп қызына анасы туралы, ауырып жатқаны туралы айтқан уақытта, қыз қолын жумай анасына жүгіріп шығып кетеді. Қазір-ақ барам мен анама деп жүгіріп кетеді. Жүгіріп отырып, ол анасына қалай жеткенін де байқамай қалады. Сол кезде тиын айтады, қандай жүрегің жұмсақ еді. Өзің сияқты мейірімді жандар алдыңнан кездессін. Бақытты бол деп қызға батасын береді тиын. Қыз жүгіріп келіп анасының үйіне келеді де, анашым, не болды саған? Әпкелерім қайда? Неге келмеген деп сұрайды. Сол кезде хабар айттың ба тиын сенің әпкелеріме дейді. Сол кезде тиын айтады, мен оларға да хабарын айттым, бірақ ол анасына келгісі келмеді, олардың қолы тимеді дейді. Кіші қыз тұрады да, анам онда әлде кеп анасына, әпкелерім әлде кеп қалар, мен саған дәрі беріп жазамын деп анасын жазып алады. Ал балалар, ертегі ұнады ма сендерге? Отырып жақсы тыңдайды екенсіңдер ертегіні. Рахмет сендерге. Кәне бәріміз апаға не дейміз балалар? Рахмет дейміз, көп рахмет. Ертегі ұнады ма сендерге? Ой, жарайсыңдар балалар.